Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін EGOV.kz порталынан онлайн түрде ASP-ға документ тапсыру, яғни заявка тастауды көрсетемін. Оның үшін EGOV.kz деп жазамыз Google-ға. Сосын мында бірінші шығады электронный правительство Республикасы Қазақстан деген. Соны басамыз бірінші тұрғанда. Сосын осында окно ашылады. Ашылғаннан кейін жерде қазақша, орысша, ағылшынша деп тұрады. Қалаған өздеріңіз ыңғайлысын таңдап аласыздар. Маған қазақша ыңғайлы, қазақшаны белгілеймін. Сосын міндетті түрде ECP керек болады. Оның үшін кіру деген батырманы басамыз. Сосын ECQ дегенді белгілейміз. Сосын сертификатты таңдаймыз. Сертификат ноутбукта не болса флешкеде болуы мүмкін. Менде ноутбукта қазіргі моментте. Соның үшін бірінші тұрғанды белгілейміз. Сосын бірде пароль тереміз. Сосын открыть дегенді басамыз. Подписатты басамыз. Сосын осында окно ашылады. Сосын жерде аты жөніңіз шығып тұрады. Сосын осында бет ашылғаннан кейін әлеуметтік қызмет дегенді басамыз. Сосын отбасылық. Сосын басамыз мына отбасылық дегенді. Соның ішінен сосын әлеуметтік, мемлекеттік әлеуметтік қызметті тауып аламыз. Біздің мемлекеттік осыны белгілейміз. Сосын қандай документтер керек екенін көреміз. Бізге бірінші орында ECP ключ керек болады. Оны соңға немесе онлайн түрде ашуға болады. Сосын міндетті түрде Халық банкі мен Қазпоштаның IBAN нөмірі керек болады. Яғни карточканың нөмірі емес, счеттің нөмірі керек болады. Яғни IBAN нөмірі керек болады. Сосын міндетті түрде ашылған карточка немесе жаңағы Халық банк счеті тапсыратын адамның атын ашылу керек болады. Сосын онлайн сұрау дегенді белгілейміз. Сосын осындай бет ашылады. Сосын жерде өзіңіздің телефон нөміріңіз тіркелген және автомат түрде мекен жайыңыз анықталып тұрады. Егер сіз мекен жайыңызды ауыстырған болсаңыз, онда астындағы мекен жайды өзгерту деп басып, мекен жайыңызды өзгертесіз. Егер сол мекен жайда тұратын болсаңыз, онда мекен жайды белгілеп, ары қарай жүре бересіз. Тексереміз. Міне тексерілді, яғни менің иін барлығы жазылып тұр ана жерде. Сосын отбасы мүшелеріңіз болса, отбасы мүшесін қосу дегенді басамыз. Мына жерде документтеріңізге онлайн түрде тексеру жүргізіледі деген келісім басамыз, яғни жаңағы птичке қоямыз, галочка қоямыз да таныстым деп белгілейміз. Сосын жерге өзіңіздің отбасыңыздағы күйеуіңіз не болса әйеліңіз жұмыс істейтін болса, соны қай жерде жұмыс істейді, қандай жұмыс істейді, соны белгілейсіз. Не болса бала шағаңыз болса, студент болса, студент деп белгілейсіз. Соны анықтап аласыз бірінші орында. Қазіргі жағдайда менде бұл жерде қазірде жұмыс істейді, яғни жалдамалы болып, сондықтан қазір мен сол жалдамалы деген еңбек соны белгілейтін боламын. Егер де жұмыс істемейтін болса, онда тек қана иінді теріп, ары қарай жалғастыру деген батырманы басып, яғни сақтау деген батырып, ары қарай жүре берсеңіздер де болады. Иінді терсек, иіннің өз автомат түрде аты жөнін анықтап береді.
сосын астына жазамыз қанша жұмыс істейтін кісі болса онда жұмыс жасайтын жайында, яғни ай сайынғы табысын жазамыз. Және жұмыс істеуші, яғни жалдамалы болып жұмыс жасайды, соны белгілейміз. Сосын сақтау дегенді басамыз. Болды, енді келесі отбасын тіркейміз, яғни отбасы мүшесін тіркейміз. Бұл жерде енді олар мектеп оқушылары болғандықтан оларда жұмысы көрінбей, яғни істемегендіктен ондай табыс көзі керек жоқ, жазбаймыз. Тек қана иді басамыз, аты жөнін ақтағаннан кейін сақтау дегенді басамыз. Осылайша отбасы мүшелері барлықтарын тіркеп шығамыз. Барлық отбасы мүшелері тіркеп шықтық. Енді астындағы птичка тұрады, сол жерге галочка қою керек болады. Яғни мына жерге келісім, яғни бүкіл документтерімді онлайн түрде тексеруге келісемін деп. Сосын отбасы мүшелерін тексеруді басамыз. Сосын отбасы мүшелері тексерілді, бәрі дұрыс деп шықты. Енді ары қарай айбан шөтті жазуға кірісеміз. Менде халық банк, сондықтан халық банк белгілейміз. Сіздерде Қазпошта болса, Қазпоштаны белгілейсіздер. Сосын халық банктың шөттің нөмірін жазамыз, яғни айбан нөмір. Айбан нөмірді халық банк приложениесі арқылы алуға болады, не болса банк бөлімшесіне барып, өзіңіз барып алсаңыздар болады. Болды, қолдану. ECP-ні қолдана отырып, осыны қазір подтверждение жасаймыз. ECP-ларым менде компьютерде сақталып тұр, сондықтан компьютерді белгілеймін. Бұл жерде, яғни съемный носитель, яғни флешканы белгілейміз. Бірінші тұрғанды белгілемейміз, екіншісін белгілейміз. Парольді енгіземіз. Открыть деп басамыз. Кей кездері осындай ошибка шығуы мүмкін, бірақ сіз уайымдамаңыз, қайта тапсырып көресіз. Яғни қазір мен көрсетем. Кей кездері интернет көп ойланып қалса, осылай ошибка шығуы мүмкін. Сосын қайтадан басамыз осына. Қайтадан ECP-ні қайтадан енгіземіз. Екіншісін белгілейміз. Кейбіреулері үлкен үстіндегісін белгілеп жатады, ол дұрыс емес. Ол тек қана сайтқа кірген кезде ғана соны белгілейсіздер. Ал қалған кездері сайттың ішінде қолданатындарыңыз, ол тек қана екіншісін белгілеп қолданасыздар. Парольді тереміз. Болды, менде жаңағыдай уже ошибка шыққан жоқ, көрдіңіздер. Енді жалғастыруды басамыз. Басамыз жалғастыру деп. Енді тағы бір рет подтверждение жасаймыз, яғни ECP ключ арқылы өзіміздің ключімізбен яғни дәлелдейміз. Ключті таңдаймыз, екіншісін таңдаймыз, парольді енгіземіз. Открыть и подписаться деген басамыз.
болды, менің өтінішім қабылданды онлайн түрде. Енді 15 жұмыс күні күн күтеміз, яғни арасында демалыс күндері есептелінбейді, тек қана жұмыс күні есептелінеді. 15 күннен кейін сіздің осы порталға кіріп тұрасыз, яғни ECP ключ арқылы. Сіздің жеке кабинетіңізге хат келеді. Не болмаса, осы телефоныңызға хат келуі мүмкін. Негізі осы сайт арқылы кіріп, мына жерде жеке кабинет деген болады, сол жерде хабарламалар деген болады, соны бассаңыздар, сол жерде өзі жазылып тұрады. Қазір көрсетейін. Менде қазір бүгін заявка тастаған өтінішім жазылып тұр. Қай күні жіберілген, өтініш нөмірі бәрі жазылып тұр. Сізге хат келетін болса, осы жерге хат келіп тұрады жаңадан. Қабылданды, не болмаса отказ деп. Отказ берген кезде сіздерге себептер жазылады. Сіздерде қандай да бір қателіктер болған болса, сол қателікті түзетуді сұрайды. Не болмаса, сізге отказ болса, келмейді деп отказ келетін болады.